Достар, жердің қандай қабықтары болатынын және жердің әр қабығы неден құралатынын білесіңдер ме? Біздің ғаламшарымыз 4 қабықпен қапталған. Атмосфера – бұл ауа қабығы. Ол ғаламшарымызды айнала қоршап тұр. Биосфера – өсімдіктер, құстар, аңдар, бунақденелілер, су қойма жануарлары, сондай-ақ адамзат тіршілік ететін жер қабығы. Гидросфера – жердің су қабығы. Ол мұхит пен теңіз, өзен мен көл суларынан тұрады. Литосфера – жердің қатты қабығы. Ол жерді тұтас қаптап жатыр. Оған тау, дала, шөл, мұхит пен теңіз түбі жатады. Жер қабықтары бір-бірімен тығыз байланысады. Су тек мұхит пен теңізде ғана емес, атмосферада бұлт түрінде, литосферада жерасты суы түрінде кездеседі. Биосфераны мекендейтін тірі ағзалар жердің барлық қабықтарында тіршілік етеді. Көртышқандар, құмырсқалар, құрттар литосфераның үстіңгі қабығын мекендейді. Құстар мен бунақденелілер атмосферада ұшады. Ал гидросфера балықтар мен су, сүт қоректілерінің тіршілік ортасы. Адам ауаны ластау, қоқыс пен қалдықты өзенге ағызу, орманды кесу арқылы жер шарына орасан зор зиянын тигізеді. Сен қоршаған ортаның тазалығын сақтауға өз үлесіңді қоссаң, қоғамға үлкен пайда келтіресің. Біздің қаланың ауасы көптеген көліктердің пайдаланған газымен және заводтардың күкірт түтінімен ластануда. Қала халқы оны жасыл көгалдандырумен тазалайды. Достар, жер шарымызды аялайық. Сау болыңдар!